Еліміздің 20-шы өңірі Ұлытау облысы 2022 жылдың маусым айында президент жарлығымен Қарағанды облысынан бөлініп шығып, жеке-дара облыс болып бөлінді. Биыл Қазақмыс корпорациясы мен Ұлытау әкімдігі өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Корпорация өңірді дамытуға бірден 35 миллиард теңге бөліпті. Ендігі мақсат шаһарда әлеуметтік мәдени нысандар салу. Құрылыс жұмыстары әлдеқашан басталып кеткен, қарқыны жоғары. Бүгін барлығын кезек-кезек айтып береміз. Ұлытау облысының орталығы, Қазақстанның мысты шаһары Жезқазған қаласы. 80 мыңнан астам тұрғыны бар қала былтыр жаңа мәртебесін алып, жаңа өмірге аяқ басты. Енді міне Жезқазған жан-жақты дамып, түрленіп келеді. Бұған Қазақмыс компаниясының қосып жатқан үлесі зор. Бірінші кезекте әлеуметтік мәдени нысандар мәселесі қолға алыныпты. Оның бір көрінісі құрылысы қыркүйек айында басталған дене шынықтыру сауықтыру орталығы. Завершение планируем в декабре 2024 года. Құрылысты 2024 жылдың желтоқсан айында бітіреміз деген жоспар бар. Бетон құю жұмыстары жүріп жатыр, іргетасы қаланды. Мұнда ат айтып тұрғандай жезқазғандықтарға арналған дене шынықтыру сауықтыру кешені, бассейн, спорт алаңдары болады. Бұл тұрғындар көптен күткен, олар үшін аса қажет нысан. Осы сынды спорт ғимараттары қалада расымен сұранысқа ие. Сондықтан Қазақмыс сауықтыру кешенінен бөлек облыс орталығындағы намыс кешенінің аумағынан спорт нысанын салуға қолдау көрсетуді жөн санапты. Мұнда спортшылар өңірлік және республикалық жарыстарға дайындалады. Енді жаңа ғимарат қосылса, кешенде спортшыларға арналған үлкен демалыс орны, қонақ үй, асхана ашылмақ. На данный момент қазіргі уақытта МББ спорт залын қайта құру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Байқаған боларсыздар, металл құрылымын әзірлеу жұмыстарының қарқыны басым. Сондай-ақ әкімшілік тұрмыстық кешен бойынша металл құрылымын дәнекерлеу жұмыстарын жүргіздік. Онда қонақ үй болады. Кесірен қалып жатқан жоқпыз. Мамыр айында бастадық. 2024 жылдың мамырында бітіріп қалуымыз керек. Спортшыларымызға арналған бір жұлдызды қонақ үй болады. Онда кафе, кір жуатын орын, жастарға қажеттінің бәрі болады. Мұнда үлкен спорт зал болады. Осылайша жастардың спортқа деген қызығушылығын арттырамыз. Қазақмыс сауықтыру бағытында да бұрыннан белсенді жұмыс атқарып келеді. Оның бір дәлелі Қазақмыс компаниялар тобының қарамағындағы Жезқазған медицина орталығы. Клиника өзінің көп салалығымен, жеке зертхана, заманауи диагностикалық әдістер, бірегей жабдықтар және білікті қызметкерлермен танымал. Айта кету керек, жыл сайын орталыққа шетелден білікті мамандар шақыртылады. Мәселен, биыл Ұлытау облысының тұрғындары үшін оңтүстік Кореядан келген реабилитологтардың қабылдауында болуға мүмкіндік туды. 2019 жылы Қазақмыс Северянск госпиталімен бірлескен жұмыс және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған еді. Бұл оңтүстік Кореяның жетекші клиникаларының бірі. Келісім аясында Жезқазған медициналық орталығының дәрігерлері мен медбикелері тәжірибе алып, медицина саласындағы білімдерін жетілдіре алады. Ұлытау облысының білім саласында Қазақмыс компаниялар тобының қолдауынан құр қалған жоқ. Мәселен, Ұлытау Educational Foundation қоғамдық қайырымдылық қоры арқылы ұстаздар мен дарынды оқушылар тілдік курстардан өтіп білім іздеп шетелге аттана алады. Оқушылардың тек сапалы білім алып қана қоймай, қолайлы жағдайда оқу үшін де жағдай жасалмақ. Мәселен, Сәтбаев қаласының мектеп гимназиясында кейінгі озық стандарттар бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Для улучшения материально-технической базы оқушылар мен педагогтардың материалдық техникалық базасын жаңартып, жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Электр жабдықтары, өрт дабылы, өрт шыққанын дыбыстық хабарлау құрылғысы, интернет желісі толық ауыстырылды. Акт залы мен спорт алаңы, ас үй мен асхана, желдеткіш, демалыс аймақтарындағы жиһаз құрылғылар, кәріз сумен жабдықтау және жылу желілері толық жөндеуден өтті. Инклюзивті балалар үшін арнайы лифт алды. Ол желтоқсан айының соңына дейін орнатылады. Сондай-ақ институционалдық аккредиттеу аясында Қазақмыс Жезқазған қаласындағы нөмірі 3-ші мектепке де қолдау көрсетті. Бұл мектеп 2014 жылдан бері өңірдегі инклюзивті білім беру алаңы саналады. Қазір мекемеде ерекше білім беруді қажет ететін 72 бала оқиды. Инклюзию надо развивать. Почему? Потому что инклюзияны дамыту қажет. Себебі жылдан жылға көрсеткіш өсіп келеді. 2018 жылы бізде 50 ерекше бала болса, қазір олардың саны 91. Бұл жалғыз бізге ғана емес, бүкіл қоғамға ортақ мәселе. Жылдан жылға аутист балалардың саны артып барады. Бұл балалар назардан тыс қалмауы қажет. Оларға қоғамға әлдесіп, оның ажырамас мүшесі болуы тиіс. Осы бағытта ұстаз Ұлытаудың көрсеткен көмегі зор деп санаймын. Ол бізге толығымен жөндеу жұмыстарын жүргізуге жәрдемдесті. Демалыс орындары мен инклюзиялық қолдау бөлмелеріндегі кей құрал жабдықтарды ауыстырдық. Жуынатын бөлмені де жабдықтадық. Жуырда 2-ші қабатта мүгедектерге арналған баспалдақ көтергіш салынады. Ал кәсіби білім беруге келсек, Қазақмыс бұл салаға бірнеше жылдан бері бірден 2 бағыт бойынша қолғабыс етіп келеді. Бұл біріншіден кәсіби орта білім беру болса, екіншісі 100% жұмыспен қамту мәселесі. Нақтырақ айтқанда, технологиялық колледжді сәтті аяқтаған соң мамандар бірден Қазақмыс компанияларының өндіріс орындарына жұмысқа орналаса алады.
На основании приказа генерального директора ТО корпорации «Казахмыс» Қазақмыс корпорациясының бас директорының бұйрығына сәйкес практикант студенттер жұмыс орындарында ақысы төленетін тәжірибеден өтеді. Бұл студенттердің білім алуға деген құлшынысын оятып, кәсіби деңгейін ілгерілетуге ықпал етеді. Оқуын жаңа аяқтаған түлектің бірден 2 біліктілігі болады. Бұл оның өз мамандығымен жұмысқа орналасуына көмектеседі. Колледжге түсер уақытта студент, оның ата-анасы және Қазақмыс корпорациясы келісімге отырады. Оқудың барлық шығындары, шәкіртақы, ары қарай оқу үлгерімі бойынша стипендиялық жеңілдіктердің бәрін кәсіп орны өтейді. Келісімде мамандығына сәйкес 100% жұмыспен қамту жағы да қарастырылған. Облыс орталығы Жезқазғанды халық арасында кеншілер мен металлургтар мекені деп атайды. Ұлытауда осы салада қызмет етуді дәстүрлі түрде ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан отбасылар жетерлік. Бұл мамандардың орны қашанда қадірлі екенін Жезқазғандағы металлургтар алаңынан аңғаруға болады. Биыл Қазақмыс бұл алаңды қайта құруға шешім қабылдапты. Генеральным планом реконструкции предусмотрено... Бас жоспарға сәйкес алаңның 0,173 гектар аумағы қайта құрылады. Біріншіден кіретін жерде тот баспайтын болаттан жасалған 2 ескерткіш орнатылады. Оның бұл қандай алаң екенін аңғартатын жазуы болады. Оның әріптері жанып тұратын материалдан жасалады. Ары қарай құрғақ фонтан тұрады. Саябақтың бүкіл аумағын қадағалайтын 11 бейне бақылау. Жолдың бойында шамдар орнатпақпыз. Сондай-ақ жазғы кафелер, күннен қорғайтын шатырлар болады. Сәтпаев ескерткіші реконструкцияланады. Ол толығымен гранитпен қапталады. Тіреуіш қабырғалары да жөнге келеді. Балаларға арналған ойын алаңдары, амфитеатр, мәдени шаралар өткізуге арналған трибуналар ашылады. Бұл елорда саябақтарынан кем түспейтін, қарасан көркіне көз тоймайтын ауқымды алаң болғалы тұр. Айта кетейік, Сәтпаев қаласында да әйгілі 3,5 метрлік кенші ескерткіші орналасқан Шахтер даңқы аллеясы толық жөндеуден өтпек. Оған қоса Қазақмыс компаниялар тобы өңірдегі тұрғын үй мәселесінде шешуге белсенді атсалысып жүр. 2019 жылдан бері компания тұрақты түрде көп балалы қызметкерлеріне бірнеше бөлмелі пәтер алуға жәрдемдеседі. Пәтерлерге толығымен жөндеу жасалған, жабдықталған, жаңа жиһаз және тұрмыстық техникасы бар. Олар үй иесіне тегін, еш қайтарымсыз беріледі. 2019 жылы 11 үй тарту етілсе, 2020 жылы 131, 2021 жылы 45, былтыр 35 баспана сыйға беріліпті. Сондай-ақ білікті медицина мамандарын тарту үшін Қазақмыс қалалық денсаулық сақтау саласы қызметкерлерін 52 қызметтік баспанамен қамтамасыз етті. Ұлытау облысының әкімдігімен Қазақмыс компаниялар тобы өзара ынтымақтастық пен уағдаластық жөнінде меморандумға былтыр жазда қол қойды. Келісім аясында Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданында жалпы сомасы 35 миллиард теңге болатын ондаған жоба жүзеге асырылып жатыр. Облыс әкімдігінің дерегінше қос тараптың да ынтымақтастықты нығайтып, бірлесе жұмыс атқаруға құлшынысы мол. Осы жылға 11-де 3 миллиард теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта оның 6-да 6 миллиард игердік. Іске асқан жобалар арасынан 2 қаладағы 5 тұрғын үйге орнатылған жедел сатыны атап өтуге болады. Сондай-ақ әлеуметтік бағытта да атқарылған жұмыстар көп. Мәселен, 18 бен 25 жас аралығындағы мүгедектігі бар адамдарға арналған ғимарат сатып алынды. 26 нысан бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Корпорация облыс және қала бюджетінің негізгі доноры саналады. Келіп түсетін қаражаттың шамамен 70% Қазақмыстан бөлінеді. Оған қоса ол өңірдің басты жұмыс берушісі. Корпорация барлық жағдайда жасауға күш салады. Қажет болса еңбекақыны көтеру мәселесіне қолға алады. Біздің өңір орташа айлық жалақы деңгейі бойынша республика бойынша 3-ші орында тұр. Қазір оның көлемі 474 мың теңге, яғни жалпы республика деңгейінен 20%-ға көп. Оның үстінде экономикалық белсенді халықтың 70% Қазақмыс корпорациясының кәсіпорындарында жұмыс істейді. Жалпы атқарушы органдар мен Қазақмыс компанияларының бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлесе атқарған жұмысының арқасында өңірдегі өмір сүру деңгейі жылдан жылға өсіп келеді. Оның нәтижесін білім беру, денсаулық сақтау, туризм, сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, қоғамдық қауіпсіздік, көгалдандыру және абаттандыру салаларынан көруге болады. Жалпы компаниялар тобы ұзақ уақыт бойы өңірдің дамуына айрықша үлес қосып келеді. Корпорация Ұлытау жеке облыс болып бөлініп, меморандумға қол қойылғанға дейін де қолдауын аяған емес. Содан болар мұнда Қазақмысты тек қала құрушы ғана емес, үлкен әлеуметтік жауапкершілікке ие компания деп біледі. Сымбат Серікқызы, Саяна Санакова, Марат Бейісов, Амирибатов, Атамекен бизнес, арнайы репортаж.